Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет картобы бар тоқаштар жасаймыз. Бұны еріншек пирожки деп те атайды, себебі әрқайсысын жеке-жеке түймей бір қамырдан жасап шығатын болғандықтан өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біз ең алдымен жасау үшін жылы сүтімізге тұзымызды, қантымызды, ашытқымызды және де сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін бір жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырып, және де бір ұнды бөліктерге бөле отырып қосып, бір келкі жабыспайтын қамыр илеп аламыз. Достар, менің арнама тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Менің арнамда түрлі рецептер бар және де жаңадан шығып отырады. Сондықтан жіберіп алмас үшін тіркеліп лайк басуды да ұмытпаңыздар. Кейін илеп алған қамырымыздың бетін жауып, 1 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Ол уақыт аралығында біз піскен картобымызды пюреге айналдырып алып, тұзымызды, бұрышымызды және паприкамызды қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Дайын болған қамырымызды біз оқтаумен жайып шығамыз, яғни 4 бұрышты пішінде жұқа етіп, тым қалың емес, тым жұқа емес, орташа қалыңдықта 4 бұрышты етіп жақсылап жайып шығамыз. Кейін жайып алғаннан кейін ортасына жақсылап тұрып салмамыз, яғни картоп езбесін жағып шығамыз. Мен барлық бойына жағып шықтым. Сіздер дәп ортасына ғана жақсаңыздар болады. Кейін жағып алғаннан кейін екі жақ шетін бір-біріне жабамыз, яғни бірінші шетін алып дәл ортасына дейін жабамыз да, екінші шетін алып дәл соның жаңағы бірінші шетінің үстінен жауып шығасыздар видеодағыдай етіп. Сосын кейін барлығын бекітіп аласыздар. Және де бекітіп алғаннан кейін пышақтың көлемімен жіңішке полоскаларға барлығын кесіп шығасыздар. Кесіп алған қамырларымызды осылай созып, осындай видеодағыдай етіп, спираль тәрізді етіп орайсыздар. Барлығын орап аласыздар да, ыдысымызға салып, бетіне бір жұмыртқамызды жақсылап тұрып араластырып алып, жағып шығасыздар да, духовкаға 180 градуста беті қызарғанша жарты сағаттай пісіріп аласыздар. Сіздердің духовкаларыңызға байланысты одан да ұзақ пісуі мүмкін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне осындай өте керемет, өте дәмді тоқаштарымыз дайын болды.